Қазір Лило мен Стич фильмі үлкен экранға қазақ тілінде жарыққа шықты. Әлеуметтік желілерден тілді ойлаған адамдар қазақ дубляжына баруға үгіттеп жатыр. Оның соншалықты маңызы неде? Қазақстандағы алғашқы дубляж менің атым Қожа ма? Және Нарутоның қазақ тілінің дамуына қандай қатысы бар? Қазір мен осы сұрақтарға жауап беремін. Біріншіден, дубляж не екенін анықтап алайық. Дубляж фильмдегі, мультфильмдегі немесе басқа да бейне материалдағы диалогтарды басқа тілге толықтай аударып, кейіпкерлердің аузына дәл келтіріп, актерлардың даусымен қайта дыбыстау процесі. Бір сөзбен айтқанда, дубляж шет елдің фильмін қазақ тіліне аудару. Қазақстандағы дубляждың 4 буыны болған деседі. Біріншісі, КСРО кезінде дубляж көбіне Мәскеуде немесе Алматыдағы Қазақфильм студиясында жасалатын. Олар басқа елдің фильмдерін аудармай, өзімізде шығатын фильмдерді дыбыстайтын. Себебі ол кездегі аппараттар түсірілім барысында дыбыстарды сапалы жаза алмайтын, және көп фильмдер орыс тілінде түсіріліп, сосын қазақша дыбысталатын. Оған мысалға Менің атым Қожа, Қыз жібек фильмдері. Қазақстан егемендік алғанда экономикалық жағдайға байланысты көп сфералар тоқтап қалды. Оның ішінде киноиндустрияда болды. Ол кездегі көрсетілген аз киноның өзі орыс тілінде болатын. Кейінірек телеарналар дамуымен шетелден сериалдар сатып алына басталды. Неше түрлі үнді, түрік сериалдары, кейінірек мультсериалдар қазақ тіліне аударылып шығатын болды. Аптасына 10 сериядай шығатындықтан дубляждауға уақыт аз болады. Сондықтан да сапасы өте керемет болмады. Бәлкім сол кезден бері де қазақ дубляжын менсінбеушілік қалған шығар. Сол кезде болашақ қоры Disney, Pixar, Marvel сияқты ірі компаниялармен әріптестік орнатып, блокбастер фильмдерді қазақша дубляждауға мүмкіндік туды. Осының арқасында Көліктер мультфильмі алғаш рет қазақ тілінде жарық көрді. Барлық кинолар Голливудтың сапасына сай аударылатын. Сол леппен Көліктер 2, Мұзды өлке, Кек алушылар, Аңдар қаласы, Арыстан патша және тағы да осындай көптеген хиттар қазақ тілінде шықты. Бүгін айтқан жеріңе алып келдім. Неге келгенімізді білсек қой. Мен бір көлікті іздеп жүремін. Тіл біткен техникалардың жасырынған құпиялары мен тылсым сезімдер оянады. Франческо Маккуинді жақсы көреді. Қанымды қыздырып жіберді ғой. Сарла, нәреде сарықтыр. Франческо чемпион, Маккуин екінші. Көліктер 2 ұлттық арнада. Disney өз фильмдерін аударып, дыбысталуына құқық береді. Бірақ дубляж жасауға қаржылық қолдау көрсетпейді. Ол тек дубляждың сапасына, техникалық талаптарына, аударманың дәлдігіне және дыбыстау мәдениетіне бақылау қояды. Қаржыландыру кімнен келетін? Болашақ корпоративтік қоры, бастамашы және ұйымдастырушы. Меломан компаниясы дистрибуциямен айналысты, кейбір дубляждарды қаржыландырды. Жеке демеушілер, банктер, компаниялар, меценаттар дубляж шығындарын жауып отырды. Кейінгі жылдары мемлекет тарапынан қолдау келді. Мәдениет және спорт министрлігі арқылы балалар фильмдерін дубляждауға мемлекеттік гранттар бөлінді. Дубляж құны бір голливудтық фильмді толық қазақша дубляждау құны 10-30 миллион теңге аралығында болуы мүмкін. Бұл қаржыға аударма, бейімдеу, актерлық дауыс жазу, студиялық жұмыс, монтаж, дыбыстау, Disney стандартына сәйкестік тексеру кіреді. Бірақ бәрі 2022 жылы өзгерді. Disney қазақ актерларын мойындап өз базасына енгізді. Сол кезден бастап ой жұмбақ 2, Encanto тәрізді мультфильмдер Disneyдің тікелей бақылауымен және қаржыландыруымен шықты. Ол қазақша дубляждың сапалырақ болуына және сыртқы ақшадан дербес болуына көмектесті. Бірақ қазақ тілінде кинолар өз шығынын жауып көп пайда келмесе, Disney бұл қарқынынан айнып қалады. Бұл тек Disney ғана емес, кинотеатрларға да байланысты. Қазақша дубляждың ыңғайлы уақытта қою үшін оның пайдасы орыс дубляжынан көп болу керек. Ал қазақ дубляжының пайдасы көп болу үшін көп адам бару керек. Бірақ сеанстың уақыты ыңғайсыз болса, көп адам бара алмайды. Кинотеатрларға қазақ тілді аудиторияның табыса келе алатынын көрсетсек, қазақша контент көп болады. Бұл тек кинотеатрларға ғана емес, барлық салаға да жұмыс істейді. Сен Делакрузды танисың ба? Менің мазамды. Сен тірісің ғой. Иә, мен тірімін. Бірақ тірілердің әлеміне қайтуым үшін маған Делакруздың батасы керек. Не? Мен саған көмектесем, ал сен маған Қуаныш! Осы сенбіде Коконың құпиясы. 4-ші буын ол фанаттық дубляждар. Фандап қарапайым, сүйікті шығармасын қазақ тілінде көріп сөйлейтін жастардың аудармалары. Олардың ерекшеліктері әуесқой, арнайы техникасыз, көбінесе өз ақшасына немесе жиылған донаттарға дыбыстайды.
сапасы керемет болмаса да шын көңілмен жасалғандықтан жағымды естіледі. Олар бәрінен ұнамауы мүмкін, сапасының кей кезде төмендігінен басқа да дыбыстың ерінмен сәйкес келмеуі, артық сөздер, әртүрлі сленгтер, боқтық сөздер қолдануы көрерменді итермелеуі мүмкін. Жанар оттай жанып, жүрегімді шоқтай ғарып, Макиманы көргенімде жанып тағып, таппай қалып нананей, жүрегім... Қанша жуынуға болады өзі? Және әуесқой жастар авторлық құқықсыз дыбыстайды. Сол себептен ол заңсыз болуы мүмкін. Бірақ та сол қиындықтарға қарамай өз ісін сүйе атқарып жүрген көптеген ұйымдар бар. Олардың бірі Допамин Voice. Бәрі тек энтузиазмның арқасында аударылып жүргендіктен аудармалар тез шыға қоймайды. Қазірге дейін Freedom, Берсерк, Шынжырлы адам, Ажал дәптері, Елес ерткен, Сиқырлы шайқас, Етік киген мысық тәрізді шығармаларды қазақ тіліне аударған. Бізден де емеспіз, рас айтам. Мен ашығар бешбір мақтаймын. Ал мына бала болсын құр сүйек, байғұстың еті де соққы. Тағы да Ани дыбыс ұжымы бар. Ол Нарутодан басталған әуесқой дыбысты алу қазір үлкен концерттер беруде. Сондықтан өзіңнен мың есе мықты соққы жаса. Және тағы да Орда студио ұжымы көрмекші мультфильм The Last of Us сериалын және де көптеген дорамаларды қазақ тіліне аударған. Әрине мен бұл жерде бәрін айтқан жоқпын. Егер қызықсаң, астына сілтемелерін қалдырамын. Барлық топтың болашақта кәсіби дубляж жасауына тілектеспін. Бұл жерде ескере түсетін бір зат, ешқай әуесқой дыбыстаушы ұжымдар үлкен пайда көріп жатқан жоқ. Өз ісіне махаббат пен қазақ тілін дамытуға құштарлықтың арқасында келе жатыр. Сілтемедегі интернет парақшаларына кірсеңіз, ақшалай қолдау көрсететін жолдар бар. Сол арқылы тілдің дамуына сіз әсер ете аласыз. Көп адам біле бермейтін көлеңкеде қалған қазақша дубляждар бар. Олар және приколдар емес. Come on baby, come on, Ақтау сила. Ол Қытайдағы қазақтардың аударған фильмдері. Ескі дубляждар. Сапасыз да керемет емес. Бірақ ерекше қазақи реңі бар. Егер саған соны тыңдап көру қызық болса, ютубта Тас маймыл, Батысқа сапар шығармасының адаптациясы және Су бойында сериалын қарап көрсеңіздер болады. Екеуі де Қытай тілінен аударылған. Емес. Бойыма біткен қайратым ежелден. Азулылар мен елге тіс тырнағын батырғандардың сазайын беруге жаратылған. Айтарың осы болса, енді не тұрыс? Арағың болса ала жүр, жол ішеміз. Бұрын ВК группаларда басқа да сондай дыбысталған кинолар жүретін. Сол дубляждар арқылы Қытайдағы қазақтардың сөйлеу реңін ұға аласыздар. Біз бүгін видеода қазақша дубляждың 4 буынын атап өттік. Және ешкім білмейтін 100-деген сағаттан астан Қытай қазақтарының дубляжын таптық. Және Қазақстандағы дубляждың жалпы жағдайын шолып өттік. Бұның бәрі жай көңіл көтеретін құрал болып көрінгенмен, маңызы өте зор. Қазақ тіліндегі медиа контенттің көп болуы тілдің болашақта мықтыруына көмектеседі. Шетелдік компанияларды орыс тілі дей бермей қазақ тіліне санасуға келеді. Сол үшін әр адам өз мүмкіндігі бойынша көмектесуі тиіс. Магнумға байқот жасағанда жер-көкті жарған кісілер тілге қазақша кино көріп көмектесе алады. Әлеуметтік желілерде қазақша жазу, қоғамдық ортада қазақша сөйлеу, телефонды қазақ тіліне ауыстыру. Осы кішкентай істің бәрі қазақ еліне көмектеседі. Ешкімнен талап етудің қажеті жоқ. Өзіңнің іс-әрекетіңнен баста. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Мен айтқан әуесқой дубляж ұжымдарының сілтемелері сипаттамада болады. Ал егер видео ұнаса, лайк басып, пікір жазып, арнаға тіркеліп кет.